Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айнар Исатаевна Мусина, мен Орал қалалық сотының судьясымын. Бүгін сіздермен дроперлер туралы әңгіме жүргізетін боламыз. Қазіргі кезде заңнамада дропер ұғымының нақты анықтамасы жоқ. Дроперлер немесе дроптар деп біз алаяқтардың ұрлаған ақшасын өзінің картасы арқылы өткізетін адамдарды айтамыз. Яғни кейде карточкасын үшінші адамдардың пайдаланғандығын білмейтін адамдар болады. Бұндай жағдайда олар алаяқтықтың объектісіне айналады. Сонымен қатар дроп өзінің қылмыстық схемаға тартылғанды түсінбеуі мүмкін. Яғни дроперлер әртүрлі шоттар арасындағы ақша аударымдарын жүргізу үшін пайдаланылады. Бұл осы қылмыскерлердің өзінің ісін жасыру үшін, сонымен қатар осы тергеу әрекет амалдарын қиындату үшін жүзеге асырылады. Дроперлер өздерінің жұмысы үшін, яғни ақша аударымдарының белгілі бір пайыздық көлемі ретінде сыйақы көруі мүмкін. Алайда тергеушілер осы тергеу әрекеттерін жүргізген барысында ең алдымен осы онлайн алаяқтықты тергеген кезде ең алдымен дроперлерге шығады. Дроперлердің әрекетін осы қылмысқа қатысуын қолданыстағы қылмыстық кодексте, яғни бөлектейтін нақты бап жоқ. Сонымен қатар, яғни қазіргі кезде дроперлер көп жағдайларда куә ретінде жүреді. Ал олардың ниеті, яғни дәлелденген жағдайда, олар алаяқтық жасауға көмектесуші ретінде қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Дроперларға негізінде көп жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының белгілі бір, яғни сәйкесінше бөлігі және қылмыстық кодекстің 28 бабы 5 бөлігі, яғни алаяқтыққа көмектесуші ретінде жауапкершілікке тартылады. Яғни қылмыс жасауға, қылмыстың жасалуына жәрдемдесетін адам ол көмектесуші ретінде табылады. Сот тәжірибесінде көп жағдайларда дроперлердің әрекеті, яғни қылмыстық жауапкершіліктен бұрын, яғни азаматтық сот жүргізу тәсілімен жүзеге асырылады. Яғни дроперді анықтаған кезде азамат өзі азаматтық сот жүргізу тәртібінде талап арызбен азаматтық соттарға жүгінеді. Сәйкесінше, яғни негізсіз баю салдарларынан туындайтын негізде олар өздерінің берген сомасын өндіріп алады. Бірақ бұл әрекет қазіргі кезде Қазақстан Республикасының Мәжілісінің осы 2025 жылғы 29 мамырдағы, яғни отырысында қылмыстық процестік және қылмыстық атқару кодекстерін оңтайландыру туралы заңының екінші оқылымында қаралған болатын. Бұған сәйкес қазіргі қолданыстағы қылмыстық заңнамаға дроперлердің әрекетін, яғни дұрыс саралау үшін арнайы жаңа бап енгізілу туралы, яғни оқылымда шешілген болатын. Бұл бойынша қылмыстық кодекстің 232 прим 1 деген, яғни жаңа бап пайда болады. Бұл дроперлердің әрекетін саралауға бізге мүмкіндік береді. Дроперлерге жаңағы аталған баптың белгілі бір бөлігіне байланысты 30 тәуліктен қамаққа алудан бастап 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Бірақ аталған бапта, яғни ескерту бар. Егер адам бұл баппен көзделген қылмысты бірінші рет жасаған болса, аталған қылмыстың ашылуына, яғни көмектесіп жәрдемдескен жағдайда, яғни белсенді ықпал еткен жағдайда қылмыстық жауапкершіліктен босатылуы мүмкін.